Ассалаумағалейкум құрметті мен көрермендерім. Бүгінгі видеода осындай тоқ сымдардың ішіндегі алюминий қалай осылай тез және де оңай жолмен алыну жолын түсіретін боламын. Және де осы алюминийді өткізгенде келісін қаншадан алатын туралы айтатын боламын. Алюминий ол жиі кездесетін темір болып саналады. Жұмсақ темір қатарына жатады. Олар көбінесе неде кездеседі анау? Біздің горилланың, мохитоның ыдыстары, сосын вилка, қасық, шанышқыларда, кастрюль ыдыстарда, сымдарда болады. Ең ішінде металломда ең құндысы ол тоқтан алынған алюминий болып келеді. Осы видеомда соңынан сыртын осылай қалай тез тазартқан жайлы қазір көрсететін боламын. Бізге сыртындағы резинасын алу үшін, сыртқы қалыбын алу үшін екі зат керек. Біріншісі темір, екіншісі балға керек. Мен аяқта өзінің нелер жатыр, қалдықтары осыдан алынған. Кеше видео түсіргенде өстіп ұрып көргем. Бұны қазір ұрып көреміз. Ұрғанда күн суықта олар тез сынып, тез ашылатын болады. Осылай темірді алдым, алюминийді. Енді балғамен ұрамыз. Міне, осылай тез ашылды. Енді осы әдіспен бүкіл алюминийді 1-2 минутта қазір тазалап көріп, сіздерге қанша килограмм шыққанын көрсететін боламын. Мінекей 1-ақ минутта тазалап шыға келді. Қазір енді екінші алюминиевый сымды алып, осы әдіспен тазартып, екеуін қосып, қанша келі шығатынын таразыға салып көреміз.
жаңағы ақ тоқтан шыққан алюминий бар, сосын бағана қоңыр тоқтан шыққан алюминий бар. Шамалап мына жерде бір 300-400 граммдай болып тұр. Міне. Бүгін Алматыда қар жауып кетті. Қазір енді алюминийдің салмағын өлшейтін боламыз. Міне достар, алюминийді үйге алып келдім. Осынша шықты енді. Аз неден, мыстан, тоқтан. Өсіп салып көрдік. Мұнда 284 граммды көрсетіп тұр. 284. Бұл видеоның мақсаты негізінде үйде жатқан алюминийларды алып, оны біраз жинап, металломға өткізуге болады. Сол біздің Алматыда металломда осы алюминийді 500 бен 600 теңге арасында алады. Әр жерде әртүрлі, яғни сол 500 бен 600 арасында алады. Мен бұл алюминийді өткізбеймін бүгін. Өйткені мен далада негізі бар, тағы да алюминий бар. Бірақ оны кейіннен бүйтіп тазалап, көп килограмдап оптом өткізем. Осы бүгінгі видеода осыны түсірдім. Егер біз бір келі жинасақ, 500-600 теңге алатын боламыз. Осымен мен видеоны тәмамдайын. Видеоны лайк баса кетіңіздер, тіркеле кетіңіздер. Көріскенше күн жақсы.